Қапал кәсіптік техникалық колледжі, мемлекеттік мекемесі, мамандығы аспазшы, 20-шы топ. Тамақ әзірлеу технологиясы пәні бойынша қашықтан оқыту сабағын ұсынамын. Сәлеметсіздер ме, студенттер? Бүгінгі қашықтан оқыту сабағымызды бастаймыз. Сабақтың тақырыбы түрік халқының асханасы, таңғы ас мәзірі. Сабақтың мақсаты алған білімдерін өмірде қолдана білуге үйрету. Яғни бүгінгі сабағымыздан алған білімімізді болашақта оқу бітіргеннен кейін өз мамандығы бойынша жұмысқа тұрғанда дұрыс қолдана алу. Сабақтың критерийлері: түрік халқының асханасына сипаттама бере алады, таңғы ас дайындай алады, үшінші шикізат өмірін дұрыс таңдай алады. Түрік халқы асханасына сипаттама. Түрік асханасы 100 жылдап дамыған және де түрік хандықтарынан бастау алады. Тамақтану дәстүріне осы тұрғыдан қарасақ, түркі өркениетінде өзіне тән ас суын және тамақтану дәстүрін қалыптастырғанын байқаймыз. Бүгін түркі әлемінің тамақтану дәстүрі мен асхана мәдениетіне назар аударсақ, басқа өркениеттермен шекаралас түркі халықтарының асханалары әлдеқайда бай екенін көреміз. Мысалға, әлемде өзіндік орны бар. Түркия асханасының бай болу себебі оның араб, парсы, Кавказ, Балқан және Анадолу асханаларының ықпалында қалуы. Түрік асханасы Иран араб асханаларымен аралас. Түрік халқының ұлттық тағамы күріш, плов, әртүрлі көкөніс қосып дайындаған. Сонымен бірге дахма, кебаб, кефта, фаршталған баклажан, лахмаджун және басқа көптеген тағамдарын атауға болады. Оларда тағы сұранысқа ие тағам түріне кәуапты жатқызуға болады. Олар оны етпен ұсақ немесе үлкен кесекте жасай береді. Бірақ жасалу технологиясы әр жерде әртүрлі. Бірінші тапсырма. Күріш түрікше көкөніспен жасалған. Сіздер суреттен көріп отырсыздар. Осы тағамның суретіне қарап, жасалу жолын технологиялық сызба арқылы жазып көрсетіңіздер. Енді келесі түрік халқының таңғы ас мәзірін біз қазір видеоролик көріп талқылаймыз. Түріктер демалыс күндері саябаққа немесе табиғат аясына шығып, отбасымен бірге таңғы ас ішуді игі дәстүрге айналдырған. Біз қазір Стамбул қаласы Küçükçekmece ауданындағы әдемілік жағынан бірінен бір өтетін саябақтың біріне келдік. Бізге берілген қысқа уақыттың ішінде түріктің таңғы дастарханынан сіздерге қысқаша мәлімет беруге тырысып көрейік. Түркияда жергілікті халық түскі немесе кешкі тамақты талғамына қарай жесе, ал таңертеңгі ас барлығына бір телкі ұсынылады. Оны таңғы ас табағы деп атайды. Әлгі табақта міндетті түрде ірімшіктің бірнеше түрі, қара және жасыл зәйтүн, шұжық және кептірілген жемістерден өрік пен інжір болады. Тандырдан жаңа шыққан ыстық шерпекке жағып жейтін балқаймақ та дастарханнан табылады. Шындыгер таңғы асқа немұрайлы қарайтынымыз бар. Кейбіреуміз ерте тұрып таңғы ас қарамай үйден шығып кетеміз. Түсте де дастархан басына отырмаймыз. Ал бірақ кешке бір күннің ақысын алып жатамыз. Ал көбіміз түннен қалған тамақты таңертең ысытып жей саламыз, тіпті асқазанмен санаспаймыз да. Ал түріктер таңғы ас ішпесе бір күнім зая кетті деп есептейді екен. Kızımla böyle güzel havalarda. Күн ашық болса, қызымен бірге таңғы асымызды сыртта жейміз. Сол себепті демалыс күндері қоғамдық тамақтандыру орындарында бос жер табу қиын. Біздің мәдениетімізде таңғы астың орны бөлек, тіпті ұрпақтан ұрпаққа жүрмей келе жатқан игі дәстүрге айналған. Өйткені барлығымыздың асымызды осы дастархан болса. Türk kahvaltısı zaten çok geleneksel ve çok çeşitli olur. Зейнеп анасының қалауымен азық-түлік саласының инженер-технологы мамандығында оқып жатыр. Оның айтуынша, ұлт саулығы үшін дұрыс тамақтанудың маңызы зор. Түріктің таңғы асында жұмыртқа үзілмейді. Себебі ол адам ағзасына қажетті ақуыздарға өте бар. Жұмыртқа қайнатылған, қуырылған немесе немен түрінде дастарханға қойылады. Сондықтан сапалы тамақтануға ерекше мән беру керек. Алайда мейрамхана мен кафелерде отбасымен бірге тамақтану кез келгеннің қалтасы көтере бермейді. Сол үшін Стамбул әкімшілігі қаланың көрікті орындарында әлеуметтік мейрамханалар ашып қойған. Мәселен, 800 мың тұрғыны бар бір ғана Küçükçekmece ауданында 5 әлеуметтік мейрамхана жұмыс істейді. Онда таңғы ас табағы
1450 теңге тұрады. Бұл стамбулдықтар үшін қолжетімді баға. 200'e yakın kahvaltı verdik. Бүгін 200'e жақын адамды тамақтандырдық. Таңғы ас мәзірі мен қызмет сапасына келушілер жоғары бағасын беріп, ризашылықтарын білдіруде. Біз өз кезегінде халықтың көңілінен шығу үшін тағам түрлерін көбейтіп, бағасын барынша төмен ұстап отырмыз. Sosyal tesislerinden hizmet vermekteyiz. Стамбул шаһар, мұнда ас мәзірі заман талабына орай өзгеріп, ұлттық тағамдар бұрынғы дәмінен айырылды. Түріктің нағыз астатөк дастарханымен дархан пейілі Анадолу ауылдарында халық қойды деп қынжылыс білдіреді жергілікті халық. Бұл ой өз ауылдарына деген іштей сағыныштарына туса керек. Себебі өз басым бір шетелдік ретінде үлкен айырмашылық көре алмады. Ең бастысы астарыңыз дәмді болсын. Түрік халқының таңғы ас мәзірін көріп, қандай әсер алдыңыздар? Осындай таңғы астың мәзірінде берілген тағамдарды сіздер дайындай аласыздар ма? Сіздер осы таңғы ас мәзірінде көрген тағамның қандай ерекшеліктерін байқадыңыздар? Күнделікті өздеріңіздің ас мәзірлеріңді жазып жіберіңіздер. Екінші тапсырма осындай. Келесі суретке назар аударамыз. Таңғы асқа ұсынылған азықтардың түрлері. Мен сіздерге өздеріңізге таныс бірнеше түрін ұсынып отырмын. Қатты ірімшік, асылған жұмыртқа, көкөністің өмірде көп қолданатын түрі қызанақ пен жаңағы қияр. Енді келесі үшінші тапсырма сіздерге. Таңғы асқа ұсынылған азықтардың құрамындағы қоректік заттардың адам ағзасына тікелей қаншалықты қажет екенін және олардың құрамындағы витаминдер, минерал заттар, химиялық элементтердің қандай пайдасы бар екенін кесте толтырып көрсетіп жазыңыздар. Аталған үш жазылым тапсырма бойынша жауабымызды суретке түсіріп, Classroom желісіне жібереміз. Немесе түсінбеген сұрағымыз болса, комментарияға жазып жауап аламыз. Мінекей, бүгін біз сабағымызға берілген 3 критерийға жету үшін 3 әртүрлі тапсырма орындадық. Ендеше сабағымызды аяқтай отырып, кері байланыс береміз. Мен сіздерден Classroom желісінен смайликтер арқылы кері байланыс берулеріңізді сұраймын. Алдыларыңызда 3 смайлик бар. Бірінші смайликті таңдап жіберсеңіздер, барлығы түсінікті деген сөз. Ал екінші смайликті таңдасаңыздар, сабақта әлі түсініксіз сұрақтарым бар. Яғни сұрақтарыңызды қосып жібересіздер. Мен сіздерге сұраққа жауапты кері байланыс арқылы жауап қайтарамын. Ал егер үшінші смайликті таңдасаңыздар, бүгінгі сабақ сізге мүлдем түсініксіз болды деген сөз. Мен сіздің жауабыңызға қарай тақырыпты қайта түсіндіріп, кері байланысқа шығамын. Құрметті студенттер, сіздердің Classroom желісінен кері байланыстарыңызды күтемін. Сабағымыздың соңына келіп жеттік. Үйге тапсырма. Ғаламтор желісінен түрік халқы асханасының басқа тағам түрлерін тауып, жасалу жолдарын жаңағы технология сызба арқылы көрсетіп жазыңыздар. Сабағымыз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.